Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 5-ші бөлімнің 6-шы сабағы «Қағаздан ойыншық жасадық» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 6-ю тему «Қағаздан ойыншық жасадық». Из бумаги сделали игрушки. Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь и обязательно выучи эти слова. Қию, резать, қылқалам, кисть, кисточка, ілу, вешать, өрнек, узор, орнамент, бояу, краска. Жіктік жалғауын менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной и обрати внимание на окончание. Мен қидым, сен қидың, сіз қидыңыз, ол қиды. Мен бүктедім, сен бүктедің, сіз бүктедіңіз, ол бүктеді. Біз жапсырдық, сендер жапсырдыңдар, сіздер жапсырдыңыздар, олар жапсырды. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Второе задание, прочитай текст вместе с переводом. Бүгін демалыс, сегодня выходной. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мы с Сашей на бумаге нарисовали разные узоры. Мен қағазды қидым. Я разрезал бумагу. Саша оны бояды. Саша раскрасил. Өрнектерді желіммен жапсырды. Наклеил узоры клеем. Оны үйге іліп қоямыз. Мы его повесим дома. Біз қағаздан әртүрлі ойыншық жасадық. Мы из бумаги сделали разные игрушки. Саша түлкі жасады. Саша сделал лису. Мен оны боядым. Я раскрасил. Үшінші тапсырма, сурет бойынша сөйлем құра. Кім не істеді? Напиши, кто что делает. Анна қағазды қиды. Әлібек түлкінің суретін салды. Анель оюды желіммен жапсырды. Төртінші тапсырма. Диалогты толықтырыңдар. Дополните диалог. Составьте вопросы. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. К предложению «Бүгін демалыс». Сегодня выходной. Какой вопрос мы зададим? Бүгін қандай күн? Какой сегодня день? Енді өзіңді тексер, а теперь проверь себя. Бесінші тапсырма. Сөздерді пайдаланып мәтін құра. Используя слова, составь текст. Примерно такой текст у тебя 10 жасар Айша қолөнер үйірмесіне қатысып жүр. Қатысқанына міне 1 ай болды. Оған бұл үйірме қатты ұнайды. Әсіресе шебер. Әуелі шебер оған қағазға қылқаламмен сурет салып бояуды үйретті. Қағаздан түрлі өрнекті қиюды да үйретті. Қазір ойыншық жасап жүр. Тезірек көрмеге іліп қойғысы келеді. Оған қоса ол үйірмелер көп дос та тапты. 6-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қой. Вставь нужные окончания. Мен қағазды қидым. Сен ойыншық жасадың. Обращаем внимание на жіктік жалғау. Ол түлкіні бояды. Әлібек желіммен жапсырды. Олар қолөнер үйірмесіне қатысады. Есте сақта, запомни. Мен қағаздан ойыншық жасадым. Саша түлкі жасады. Мен түлкіні боядым. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.